Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сметанниктің рецептімен бөлісетін болам. Оған керегі бізге 300 грамм ұн, бөлме температурасындағы сары май және бір жұмыртқа, 1,5 қасық разрыхлитель керек болады. Барлығын да жақсылап араластырып тестамызды дайындап аламыз. Енді келесінде начинкасын дайындаймыз. Ол үшін 500 грамм сметана, 4 қасық қант және 4 жұмыртқа қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып начинкамызды дайындап аламыз. Келесі кезекте тестамызды арнайы формамызға орналастырып, начинкамызды қойып 180 градус пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Ас болсын!